Сонымен міне мынау Кенжеханның ұзақ есті олар. Сәке, ассаламағалейкум. Алейкум ассалам рахматуллахи. Машалла, қалайсыздар? Ассалам. Сабыржан деген ағамыз, мінекей Кенжеханда осы жерде мыналардың бәрінің администраторы, егесі осы кісі. Мұхаммеджан деген бауырымыз. Сабыржан болды. Карситиде 2 аптада жұмыс істеп келді. Құдай қаласа сізге аманаттап тапсыруға келдік аға. Егерде бұрын техникаға байланыс бір негіз болса, онда алып кетесіз. Мені жас балалар жұмыс істейді менде. Напарниктарым бола алады. Бұл кісінің бұл жерде барлық заттар бар деп қалдыңыз, а? Барлық заттар болғанда керек заттардың бәрі бар. Керек заттар пока бар. Но егерде сіз ары қарай кішейем, үлкейем дейтін болсаңыз, көп заттар тағы да алу керек, қою керек. Бізде бір алып кеп жатырмыз. Может, тағы да кейін болашақта Алла жазса, қарайлас жобасы қарайласып, тағы да алып беретін заттар болса, сізбен байланысып отырып, Мұхаңмен байланысып отырып, мүмкін алып қалатын да шығармыз. Жұмыс жақсы жүріп жатса. Енді мына нәрсені келісіп алсақ аға. Не арендасы қалай болады бұл жерде негізі? Ақысы қалай болады шамамен? 26 рабочий күн болады ғой. 26 рабочий. Сол 130 мың теңгеге айналады сізге арендаңыз. Ойлаймын, өте оңай болады саған шығарғанға. Алла жеңілдігін берсін. Егер қасында біреу болса, екеуі бөліп төлейді ғой, Құдай қаласа. Қасында біреу болса, сіздер онда өздерің арада келісесіздер. Иә, соған байланысты. Мысалы, сіз деген осындайын шығарам, мен осындайын шығарам, сонымен күнде шығарып беріп отырсаңдар болады. Бір айда бір шығарып берсеңдер болады. Енді күндегісі күнде шығарып отырса, бұл кісілер оңай болады да. Арасында білінбейді оны. Айына жинап беріп отырған жерден күнде қуаныш дейтін нәрсе үнемі жұмыс істейді міне. Бұл бала да жақында келген, кіріп алды. Мықты мастер. Қуаныш бауырым, ассалаумағалейкум. Қаншадасың сен? 24-тегі жігіт екен, машалла. Сен де мастерсің ба? Ходовка ғой, сенде, ассалаумағалейкум. Моторды сүй бересің ба? Ой, бәрекелді. Бітті ғой, мен бағана айтқам. Нені ауыстырып үйреніпті колодка. Мен айттым болды, ар жағында не қалды енді моторды сүй беру керек қой деп. Қалжыңдап жатырмын ғой. Автослесарь деген диплом бар екен мінекей бауырымыз. Есіміңді кім дедің? Қуаныштың дипломы бар, көрдіңіз бе? Үш баласы бар. Үш баласы бар. Мінекей, Алла тағала беріп қойған. Алла тағала рызық несібесін осы жерден беріп отыр ғой. Машалла, баракалла. Дұрыс айтасыз, бәрекелді. Сіз бірінші арендаға тұрмай бұрып, қасында көмекші болып жұмыс істеп көрсеңіз. Иә, сөйтеді. Көмекші ретінде егер игеріп алып кетемін деп, үлкен кісілер әрекет жасап жатыр. Оны ақтай алмай, жұмыс істей алмай қалса, бұл жұмыс оңай жұмыс емес. Темір деген қасыңызда обязательно мастер болу керек. Дұрыс. Сол мастерлердің ортасында болсын деп ойлап отырмын да, солай болса аға. Мына жерде біраз дүние бар, жоғын бір-бірінен алып нете береді ғой. Мынандай біреу набор алып бергенбіз. Мынандай усилителі бар. Кувалдысына дейін әперсін. Жүріңіз. Набор екен. Бірінші уақытта Әдемі дейсіз ғой. болады сізге. Өткенде керек деп алғанбыз осының бәрін. Мындай усиленный отвертка дейді. Үлкен трещоткасы да бар аха. Мынандай отверткілері де бар. Наборлардың бәрі бар алдық. Амортизаторға аха. Қуаныш, сенде жоқ заттар келіпті саған, Аллах берді. Бәрекелді, тамаша. Енді Мұха, өзіңіз енді қандай неде тұрсыз енді? Сіздерге үлкен рахмет. Осыншалықты маған көмектесіп, не қылып жүргендеріңізге. Алла разы болсын. Жұмысымның алға басып әйтеуір жақсы несін берсін. Амин. Берекесін беріп. Жалғыз сіз емес, мен сізге айтайын. Қазір 1 миллион көрілім жинады. Дәл осы сіздің неңіз, осы сіздің мен аяқтан алып Карситиге орналасты ғой. Сол 1 миллион көрілім жинады да. Және сол 1 миллион көрілімнің астындағы комментарий 1000-нан асып кетті қазір. 1200 комментарий жазылды. Бәрі сізге жақсылық пен сәттілік тілеп жатыр да. Кейбіреулер көзіне жас алып жатыр, айналайын қазағымай бір-біріне қарасқан деп. Қарайлас жобасы болашақта да осы біраз осындай кісілерге Сабыржан аға арқылы аға да
Құдай қаласа осы жерге біраз жігіттерді орналастырамыз. Қалай жігіттерді Алла жазса. Специалист қылып шығарамыз, оқытайық, үйретейік. Сонымен бауырлар, Мұхаңды СТО-ға апарып орналастырдық. Енді жаңағы жерде естідіңіздер, Сабыржан ағамыз айтып отыр, бақылаймын дейді. Яғни егер алып кете алатын болса, өзіне жеке бокс береді да, подъемнигімен. Сөйтіп қасына бір адам алып кеп қосамыз, екеуі жүргізе береді. Әзірге үйренеді, ары қарай көмекші болып жұмыс істеп табысын бөліседі. Сол жердегі жігітпен айтады, мынаны бұра дейді. Сөйтіп әзірге солай жұмыс істей тұрады. Негізінде жаңа көрдіңіздер, жап-жас баланың өзі алып кетіп жатыр. Бұл кісі де негізі алып кетеді деген үміттеміз. Сіздерден де сондай бір дұға керек. Алла жазса, Мұхаң алып кетсін, бала шағасы соның қызығын көрсін. Іске сәт. Енді біз ары қарай дәл осы жобаны жалғастыруға кеттік. Егер осы жобаны жалғастырамын, соған атсалсам, осындай қазақтың жігіттеріне жәрдем берейін, біз де соған қол ұшын созайық десеңіздер, Қарайлас жобасының төмендегі реквизиттеріне қаржылай көмек көрсетсеңіздер, Алла жазса, біз сол сіздердің көмектеріңізді осы бауырларымызға жеткізуге